бәрі дұрыс деймін. Бір есептік жүрші. Мына активизалдың өзін әрең алдым мен. Сен тез-тез мына 20 жылдыққа кешіккен деген не деген сұмдық ей? Мен түсінбей отырмын. Балалар сабақта бәрі. Түсінбей отырмын. Бір есептеп жіберейікші. Несін есептейміз? Кеш бер. Есептемей ақ қойшы, бұл бәрі тура. Мам, қарасайшы, не жерге түсінбей отырмын. Қанша кетті қарасай? Қанша кетті енді? Жаңа есептеп бердім ғой саған, қараш. Жинағанымыз ақшадан міне 50 мың теңге подаркіге кетті. 50 мың теңге дастарханға кетті міне. 100 мың теңге ертең майопкаға. Болды, немесін есептей бересің оны. Қойшы болды. Тоқта, түсінбей отыр мені. Мына жер жетіспей отыр ғой. Неменеге жетіспей? Балдардан ұят болып ғой. Ұят емес, қараш, есептеп бердім. Қараш. Міне 50 мың теңге дастарханға кетті, 50 мың теңге подаркіге кетті, 100 мың теңге майопкаға кетті. Қаланың несі түсінбей отыр. Қалған енді 20 мың теңге сәбізге кетті ғой, енді немдеге есептеп жатыр. Қайда сәбіз? Жетпей отыр ғой мына жерде. Қалай жетпейді? Қайда анкл саған не болды? Міне 50 теңге анаған 50 мың теңге подаркіге, міне 100 мың теңге майопкаға, 25 мың теңге сәбізге кетіп отыр ғой. Қалай 25 мың теңге? Бала 20 мың еді ғой. Енді сен есептей берсең қазір жетпей қалады вообще. Қойшы. Есептей бермеші. Мамбық, мына жерде 200 мың теңге жетпей отыр ғой. Қалай 200 мың теңге жетпей? Қарасайшы мына, қара. 50 мың теңге подаркіге, 50 мың теңге дастарханға, 100 мың теңге ертең майопкаға, 25 емес. 28 мың уже сәбізге кетті, міне қарасай мынаны. Қалған 200 мың қайда? Қалған 200 мың теңге қайда? Немене қайда? Жиналған 400 мың теңге. Айтал. 200 мың теңге кетті ғой анеқа. Қайда кетті? Анау, не? 10 жылдыққа жиналған кезде мен қарыз болып қалдым ғой. Соған бердім ғой. Ендесі, тоқта. Не? Тоқта. 10 жылдыққа жиналған жоқпыз ғой біз. Қалай? Жиналған жоқпыз ғой 10 жылдықта. Дұрыс жинал. 10 жылдыққа жиналамыз деп мен дастархан жайып қойып, сендер келмей қалдыңдар ғой. Мен қарыз болып қалдым ғой бір өзім ана жерін. Қанша дастархан жайып қойып, соған беріп тастадым ғой мен. Негізі бар ғой, негізі жетпей жатыр, негізі бар ғой. Қалай жетпейді? Балдардан ұят болатын болды ғой. Неменеге ұят болады? Бірінші кеп асыншы олар. Қанша 20 жылдыққа кешікпей. Мампық. Ассалаумалейкум. Капок. Капок. Қанша жақсы, өзім алып болсын. Мына егер шақпылап 20 жыл қайдасында звондап таппаймын. Өзгеріп кетіпсің. Өзгерген қалай? Ағарып кеткенсің ба? Енді сезон ғой, ағарамыз қазір кішкене. Өзіңде толғансың ба? Жұмыстамыз ғой, жұмыста. Қайда жүрсің? Уақытдамыз ғой, уақытта. Қай уақытта? Неде ғой, бейнеуде. Қайда өде? Жаңа, бір істейсің, бір демаласың, бейнеудеміз ғой, уақытта мұны ойнатып. Құйтетек демала қойсың, қайтып кетіп қала қойсың ғой. Өздерің не хабар, вообще көрінбей кеттіңдер ғой. Бір звондамайсыңдар, а? Біздер ана звондай десем телефонда, жұмыста телефонды айырып тастайды ғой. Не тастайды? Бізде жұмыста телефонды айырып тастайды, вообще сөйлескізбейді. Өшіріп тастай ма? Айырып тастайды. Бәсе айырып тастайды деген телефонды айырма. Қалай, денсаулықтар қалай? Ассалаумалейкум. Қалайсыздар? Уағалейкумассалам. Өздеріңде? Жақсы. Сол кісінің жұмыс болып қалып кеше ғана кішкентай бола едік. Ассалаумалейкум, азиз достар. Ойбай, ұмытып барасың. Не ғой, палаудың несі ғой, не ғой, кешке бүгін палау керек жоқ, ертеңге майоккаға 10 килограмм күріш алып қойды, сәбізде тура сондай. Ертең өзім хабарласам, телефон бар менде, ертең хабарласам. Тоқта, нема айтып кеттіңдер? Қанаққа плов? Жоқ, өзім хабарласам, бара берші. Манам класстасын танымай қалдық ба? Біз класстастан өзім жидалық бар ма? Зат, алдып түсінсің, не? Конкретно айтмады жет дегенсе кетешін деп түсінбейсің ба не? Шошмай тұрың, құрсын 20 жылдыққа жинала қойып, бір бастыға тұрып жүрдің ғой тұрып алу өзің. Бәқакен, не өтті? Не, алден кеп тұрмын. Капок, қойшы болды, капок. Қойшы болды, капок. Өзім шешем, қойшы болды. Не қойшы капок, қойшы. Сарғырсый болды, капок. Қойшы. Болды саған, айтты ғой бір ауыз. Барса ше. Не бар? Звондайын деді ғой мен саған. Класстасыңа сөйтіп айқайлайсың ба? Қандай классы? Бар. Не сәнге керек, а? Не сәнге керек? Ештеңе, барсайшы. Маған кеп айқайлайсың. Манам класстасын танымай қалдық. Мен классы, Равшан класстас ба? Қойшы, қандай классы бар? Космос Равшан. Равшан Космос класстас. Бахадүр. Mahallada düdüğü yap. Bahadur. Keşir. Bize bilmiyor kalmıyor. Mağan gel orayın dev şurgu men. Bahadır. Canım keşir men. Bilgen yok men. Bahadır.
қалай мен сені вообще танымай қалдым мен шынымен қалай сағынып кеттім ғой қалай сен хабарласпайсың ғой Ondan keyin ana 20 kilogram емес 30 kilogram плов кетеді бәсе білгенмін мен амандасақ ше құрсын не болды ренжіп жақсы да баяғы жібереді есігін ашмадың тақылаттым ашмадың тақылаттым Мурка ассалаумағалейкум қалайсыңдар жақсы денсаулық санкебай қайдасың ауылдан қаша кеттің жақсы мәке бәрі жақсы әдемі бәрі нормально бүгінгі план жоқ аңқыл бәрі нормально қазір сәбізге бәрін төлеп қойдық мәке в общем бүгінгі план былай жігіттер мен өте риза болып тұрмын мен мына 20 жыл арасында әйтеуір хабарласып тұрамыз аңқыл постоянно осы жерде ана сәңкебай мен мәке өздеріңіз көріңіз бағадырды қарасайшы жігіттер короче мына білесіңдер ғой өзіміз 10 жылдықта бір жиналамыз дедік та жинала алмай қалдық сол мына енді мына 20 жылдықты өзім мампыға арнайы тапсырып едім молодец бірден организовать етіп бәріміз маған айқайлап қойды плов керек деп жігіттер білесіңдер ма баяғыда мектепте жүргенде жігіт сұлтаны бірдеңелерде активист еді ғой білесіңдер ма сен білесің ба таяқ жейтінменен келесі сөз кезегі ауылымыздың ардақты әкіміне беріледі тыныш әкім сөйлейін деп тыныш әкім сөйлейін деп жатыр әкім сөйлей алмайды неге әкім мен ғой әкім болып кеткенсің ба тұршы тоқ болады қазір тоқ болады дұрыстап болайын үстіме қарап нормально ма қамаз жойды жойда бәрі жойда қазір ауыл халқынан ашамын тілек айтамын ғой нормально қалай нормально тұр ма кейін бар сөзім қайталайыншы армысыздар ауылына ағайындары жоқ мә сендер мен шатастырып жіберіңдер бар ғой мә костюм белдікті тақып костюм беріңізші көрейін ауылға шығайын шок бақасында ауылдағылар беріңізші костюм киіп көрейін жараспаса бере саламын мен қатты костюм киемін ғой біледі ғой сен де бая әлі қоймақсың ғой киіп көрейінші қалай көрші қалай тұр онша емес қалай жарастырған жоқ осындай жараспайтын керек маған айқайламаңдар ұяқтық болады ауылдағылар не кішкене білде әкімбіз ғой сен кәдімгі әкім болып кеттің жігітлер бұл қалақасы қалай әкім болып жүр былтыр жігіттерге айтып оны ауылға отырғызып қойғанбыз әкім ауылға да бір сенімді адам керек қой мампық бар ғой ауылға жаңадан әкім болды ғой сол кезде ана президенттің заңы шықты ғой қазақстанға 100 мектеп 100 больница салыңдар дегенше сол кезде мампық түсінбей 100 мектеп ауылға салып тастайын деп жүр ғой қой деп әрең алып қалдық қой одан шығады мәке мына жерде бәрі жақсы бәрі ұйымдастырып жатыр бәрі жақсы бәрі жеткілікті отыр бірақ түсінбей жатқан бар ғой мына жерде өзі 400 мың теңге жиналған екен ғой соны қандай 400 мың мен өзім $5000 бердім мен сәкебайдың атынан $500 бердім Mənəm 100 мың теңге беріп жібердім одан кейін тағы да 100 мың теңге керек деп тағы да банкомат арқылы лақтырып мен ал дейді мен уақытта жүргенде 200 мың салып жібердім осы қоймасы қақылдап неме сонда сонда мампық жеп қойды ма не ақшаң бар ондай ойға бармаңдар жігіттер ол ондай жігіт емес кейін көреміз оны қоясың не ақша жеп жүрсің бе не кім сен қалай жетпей жатыр дейді ғой мына жақта ондай адам емессің ғой не отырсың мен саған қазір сюрприз көрсетемін қандай көздеріңді жұмыңдар сюрприз киімдерді дұрысташы киімдерді дұрыста кейін сөйлесеміз киімдерді дұрыста алдын қарашы дұрыста жасылық бәріне сенікі қайда мақтар қайда сенікі мынандай лента қайда ой өзбек қызыңның бұрпысын ойына киген жоқсың ба еще бұны кәм апай болып қаламын давай киіп ал апай келеді апай мен бір әндерді дайындап апайдың көңілін көтеріп жіберейік апайдың жақсы көретін әніне апай көзіңіз жұмыс қарамаңыздар апай сюрприз болады қазір қызық байқа құлап қалмаймын ба құлап қалмайсыз байқа абайлаңыз қазір сюрприз апай қазір қараңыз
жай жүр жай О, апай қазір, апай қазір қызық болады қазір. Ақырын. Мына жаққа. Енді апай ақырын көзіңізді ашып қараңыз. Сюрприз. Апай ұстазым менің ұстазым, өзіңе тең қыз жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жанымда тұрар жаңғырып, ұстазым менің ұстазым. Апай, денсаулық, кішкене. Апай, шаршап келеді жолдан. Апай, келіңіз. Ақырын. Апай, отырыңыз. Мә, қалайсыз апай? Міне, жігіттердің бәрін жинадым, өткенде уәде бердім ғой. 20 жылдыққа жинайын бәрін. Бәрін жинайын деп уәде бердім ғой. Апай, жақсы. Не, өтірік айтасың маған, а? Немен өтірік айттың саған? Былтыр менің 10 мың теңге алып алдым ғой, апай қайтыс болды деп. Апай тұры ғой. Сенен ғана алдым мен. Бос тұрсам бермейсің ғой. Не өтірік айтасың? Ашық қазылдан мін көріп отырсың ғой, бәрі нормально. Қайтарып беремін саған. Қайтарып беремін. Қалайсыздар апай? Қалай, балалардың бәрі апай міне. Қиын болды енді. Қиын болды апай бұлардың бәрін жинау. Біреу айтыр телефонын недоступен, біреуіне звондай алмаймын, біреу келе алмаймын дейді айтыр. Айттым апай. Апай сендерді сағынды дедім. Келмесеңдер енді 20 жылдыққа келмесеңдер көреміз дедім. Кәпөксің ба? Капок. Өзгермепсің. Собственный персонал. Анау Сәңкебай. Сәңкебай ма? Соңғы кезде ауылда көрінбей кеттің ғой. Қаладан ғой, Муркан қасынан ғой, Муркан. Мен Сәңкебайдың қасындамын. Мурка өзгерген. Өзгерді. Анкл сол қалды әлі. Анкл ол жүре берсінші анкл. Бахадыр. Ой, Бахадыр, қасымнан айналдым Бахадыр. Баяғыдай танымай қалдым апай жаңа кірген. Ой, егер қызық болды қазір айтып беремін ғой. Енді мампық осы ауылда ғой өзіміздің. Ауылымызды көркейтіп жүр. Рахмет мампыққа. Ал қыздардан ешкім келмеген бе? Қыздардан хабарластым апай. Қыздар енді күйеуге тиген айтыр, біреу күйеу бар енді айтамайсың баяғыда, класстас бергеле деп. Ондай жоқ. Бала шағасы бар, не деп айтасың енді апай. Бірақ айттық енді. Кешке неге майокке келіп қалуы мүмкін, банкетке келіп қала ма, келіп қалатын шығар деп отырмын деді апай. Жақсы. Апай, енді 20 жыл айтыр қызметіңіз өтті апай. Біз енді бір хабарластық, бірде хабарласа алмадық айтыр. Бірақ енді бір сол балалардың атынан бір кішкене сыйлығымыз жоқ өзіміз жеп-жеңіл енді ішінде ғой сыйлықтың бәрі. Не бар енді? Сырға ғой. Апай, мынау сізге. Ой, несіне ұры болыңдар, еш қажет жоқ еді. Жоқ, апай, сізге енді сыйлай алмасақ не болды? Соны айтам, маған былтырғы берген сыйлықтарың да жетеді. Жоқ, апай, болмайды. Қандай сыйлық апай? Былтыр берген сыйлықтарыңды ешқашан ұмытпаймын мен. Айтпай-ақ қойыңыз. Қандай сыйлық апай? Айтайын мен, балдардың басы жиналып қапты, рахмет айтайын, рахмет. Мә, керек емес еді ол. Айта берің, апайың. Керек емес, айтпай-ақ қойсаң, шапай не болсын? Енді, былтыр мен қатты ауырдым ғой. Сөйтіп бәлініске түстім. Сөйтсем, операция жасау керек дейді. Ол құрғырды шетелде жасайды екен, Қазақстанда ондай операция жасамайды екен. Қыруар ақша тұрады өзі. Сөйтіп шыр көбелек айналып қалдық қой ақша таппай. Сөйтіп жүргенде осы мампық кеп, мына өздеріңнің аттарыңнан операцияма деп $10,000 беріп кетті ғой. Содан шетелге барып операциям жасап, міне Аллаға шүкір алдарыңа кеп отырмын. Рахмет Сен айттым ғой сендерге, мампық ондай жігіт емес. Кешірет мампық. Жоқ, мен қалай енді. Ақшаны бит жинадың ба? Бер десем бермейтін едіңдер ғой енді. Апай десең беремін мен. Молодец. Ой, рахмет сендерге. Енді мына мен де сендерге құрғау кеп отқан жоқпын. Қайда әлгі? Мынау өстеріңде ме? Күректер! Біз мектеп бітірген кездегі не ғой? Иә, сендердің альбомда. Мынау соңғы маевкада білесіңдер ма?
Мен барып ана маевкада бір қабан атып алып, қабанды құшақтап отырып түсіремін ғой суретке. Сен түсірдің ғой лампыға. Полароид андай деп сурет шығарып. Мынау сен ба? Мен ғой мына лампыға. Ойбай, осы күнге дейін мен бұны қабан деп жүрсем. Жоқ, апай, қабан мынау мен міне. Жоқ, қалай, тұра тұр. Мынау қабан, мынау мұрат қабан не галстук тағам не? Бәрібір екеуі де қайсы қабан екен бәрібір емес пе? Екеуі білмейді ғой бұл. Ойнан қара. Қатар түскенсіңдер. Жап-жасың ғой мен. Жап-жас, ондай. Кең рубашка киіп аламын да, кең көйлек. Бір содан қалып кеткен ау деймін, әдетше. Кең киемін. Белдік тақпай қоймыз. Белдік тақпай, сода әдет бар ғой, білмеймін. Мына суреттерді қара. Ал мына сурет естеріңде ма? Тоқтаңыз, мынау. Мынау. Мынау біздің балалық шағымыздың бәрі өткен жетімдер үйі емес па, апай, Иә, сендердің үйлерің. Өзгермеген, білесіңдер ма, апай білесің, мынау шарбақтың ар жағында. Шарбақтың ар жағында бір колонка бар еді ғой. Барып, су таситын еді ғой сол жерде. Талай рет су тасы. Қыста мұз қатып қалатын еді ғой мына жерге. Сіздерің не ма? Қыстың күні су тасыған кезде менде киетін етік жоқ. Жаздық шлепкамен таситын едік қой. Сен оны әдейі киіп алатын едің, қатты сырғанайтын еді ғой шлепка. Бұл сурет менің есімнен мәңгі кетпейді. Алғаш университетті бітіргенде мені осы балалар үйіне тәрбие шығып жұмысқа жіберді ғой. Алғашында мүлдем балалар үйінде жұмыс істегім келмеді. Бірақ балалар үйінің босағасын аттап кіргенде көздерің жәутеңдеп алдымнан жүгіріп шықтыңдар. Біреуіңнің тілің әлі дұрыс шықпаған, біреуің енді еңбектеп жүрсің, біреуің бір қолыңда шоколад, мұрныңнан ағып кеткен, екеуін араластырып шалпылдатып жеп отырсың. Ой, ал мына Мұрат етегіме жүгіріп кеп жабысып, мама дегенде мен бұл балаларға, яғни мына сендерге өзімнің қажет екенімді түсіндім. Сендерді өсіріп жеткізбей, үйлі-күйлі қылдырмай, мен бұл жерден кетпеспін деп өзіме сөз бердім. Бірақ сендер бұзық болдыңдар, талай шулаттыңдар ғой. Рас айтасыз, апай. Мына балалық кезде, балалықпен талай бұзықтық жасап, сізді көп ренжіттік, апай, сол кездерде. Сол кездер үшін қазір кешірім сұраймыз. Сұрамаңдар, кешірім сұрамаңдар. Ана деген баласына ренжуші ме еді? Ренжімеймін ешқашан. Апай, бұл мен бе? Сен. Мына балалардың барлығы далаға ойнауға кеткенде. Сен ойнамайдыңсың. Осы терезенің алдында тапжылмай күніге тұратынсың. Терезенің гүлі деп айтушы еді. Апайжан, терезенің алдында тұрғанда сырттан бітті кісі келсе, шу кісі менің ана жаным деп. Бітті еркісі келсе, шу кісі менің дада жаным дейтін. Терезеден секіріп түсіп, ана жан, қайдасың? Ештен кетпейді, өтті де кетті, өмір ғой. Ал мынау Шәмсия ма? Бұл Шәмсия апай. Мына сурет ойнап жүрген кезде түсіріп алған суреттеріңіз ғой деймін. Біз есіктің алдына білесіңдер ма, ойнап жүргенде бормен бүйтіп сызды да, мынау менің мамам деді. Анамның құрметі үшін аяқ киімді шешіп, оның құшағына жатам деп барып жатып еді ғой. Талай рет сол жерде жатып ұйықтап қалатын еді ғой.
талай рет көтеріп апарып төсегіне жатқыздық қой. Қазір қалай екен? Уайымдамаңыз апай, қазір жақсы. Өткенде хабарластым. Көп балалы ана. Енді келесіңдер ма десем, көреміз деді апай. Келіп те қалатын шығар. Тойға келіп қалады деп отырмыз енді. Келіп ал. Апай, шынымен бір сол жігіттер біледі ғой. Сол балалар үйінде жүргенде ең қиын кезіміз сол кез болатын сияқты еді. Терезеге телміріп, біреуіміз көшеге қарап, сіз балам десе мәз болып қалып, бірақ сол түндер таң атпайтын сияқты болып көрінетін. Күндер өтпейтін сияқты болып, қиын болып көрінетін еді. Сөйтсек, ол қатты қиын емес екен апай. Ең қиын сәт біз осы балалар үйінен түлеп шыққан кезде болды ғой. Сіздерге әбден бауыр басып қалғанбыз. Түлек болып шығып сіздер жібердіңіздер. Бір үлкен теңізге қайғысыз шығып кеткен сияқты болдық. Күтіп алатын ата-анамыз жоқ. Қамқор болатын бауыр жоқ. Не туған туысымыз жоқ. Қайда барамыз? Не істейміз? Сол кезде неше түрлі ойлар келді. Жаман ойлар келді. Ұрлық істе, тона, ұр, соқ, алда, күніңді көр. Осының бәрі саған кінәлі осылар деп неше түрлі жаман ойлар келді. Бірақ Құдайға шүкір, керісінше сіздердің имани тәрбиелеріңіздің арқасында біз ондай нәрсеге бармадық апай. Барлығымыз бірге жүретінбіз. Шамасы жеткендер жұмыс істеді, қолынан келгендер оқыды. Мынау сияқты пысықтар ерте үйленіп алды сол кезде. Біз үйгесіз жүрген кезде бұлар үйлі болып алды апай. Осылардың артынан біз де үйлі болдық. Мына қазір Құдайға шүкір анамыз бар, әкеміз бар. Сіздің құда-құдағиларыңыз. Таныстырамыз әлі. Енді қазір қарап отырсаңыз, бәріміз бір-бір әулетті басқарып отырмыз. Апай, туған туыстың ағайынның не екенін апай біз түсіндік апай. Шүкір. Бауырдың қандай екенін білдік қой. Апайжан, оның içinde білесіздер ма? Күйеу бала деген қандай екен? Пайғамбарым күйеу баласын сыйлаған дейді, Сыйлаған. Менің ата жаным, ене жаным. Екеу келеді де күйеу бала, бұл сенің сыбаған дейді де, мынандай төсті қоя салады. Төс жеген жақсы да, бірақ пұл беретінің жаман екен де. Апай, сіз біздің анамызсыз ғой. Осындағы барлығымыз сізді негізі мама дейміз. Мама деп айтайыншы. Сіздің немерелеріңіз көп, Құдайға шүкір. Тәубе. Мына менің өзімде 4 бала бар. Мына Сәңкебайда 5 бала бар. Мына Бахадүрде 3 бала. Мына Аңқылдың өзінде 4 бала бар. Жақсы. Мамық сенде қанша ой? Менде 3 ғой, енді бір 5-6 күннен кейін 4-еу оқып қалды. Шақырамыз бұны. Бірақ бәрімізден оза шапқаны мына Капук. Бұның 12 баласы бар апай. 12 баласы бар. 12 бала апай. Бұған андай беру керек қой. Мат героин дегендегі сияқты медаль тағу керек қой бұған. Отец героин деп. Астапыралла, героинсінес? Героин деген ол герой деген жаңа батыр еркек дегендей медаль береді. Сондай сияқты бар. Мәлім ойлап қойып, жаман жол ашып кетті. Героин деген. Шынды өтіп керек. Жақсы. Бәрекелді, керемет екен, бала шаға көп болсын. Енді сен өзің Капук егіздетіп, сегіздетіп жібердің ба? Әлде екі келіннен екі жақтан көбейтің ба? Жоқ апай. Құдай қосқан жалғыз келіншегім бар. 12 балам бар апай. Апай, жетімдер үйінде жүрген кезде бая құттай кезде армандайтын
жер бетінде ең соңғы жетімдер біздерден кейін жетімдер болмаса екен деп. Жетімнің халін тек жетім ғана түсінеді ғой, апай. Мінекей, өз кіндігімнен 3 бала бар. Қалған жетімдікті сезінбесін деп асырап алған жетімдер. Бірақ апай, бәріне бірдей қараймын, ешкімді алаламаймын. Бәрі өз баламдай, апай. Алла жары болсын сендерге. Осындай күндеріңді көру арманым еді. Имани тәрбиенің зая кетпейтіннің дәлелі бұл. Сендердің тілектерің қабыл болған екен. Қазір біздің жетімдер үйі жоқ, жабылды. Иә, оның орнына үлкен қып бала бақша салды. Қазір ол жерге таңертең ата-анасымен барып, кешке ата-анасымен қайтатын бақытты балалар. Сыңғырлаған балалардың күлкісі. Тәубә, шүкір. Мен енді күнде Алладан алақан жайып сұрайтыным бір нәрсе. Я Аллам, барша жетімдерді өзің жебей жүр. Жесірін қаңғыртпаған, жетімін жылатпаған дана халықтың ұлдары атқа мініп, жер бетінден жетімдерін жойса екен дейм. Көздері жарқырап, ата-анасынан әлі де болса үмітін үзбей жүрген бөбектердің арманы орындалса екен дейм. Өйткені сәбидің бәрі бақытты болу үшін жаралған. Апай, жігіттер, өзіміздің жақсы көретін әнімізді айтайықшы. Аңсатқан жанды ағарман, жас болып аққан жанардан, сәбидің бәрі бақытты болу үшін жаралған. Жүріңіздер. Бақыттың білмей бағасы, адасы мекен анасы, аң еке шаңда қараусыз, қалдырмаушы еді-ау баласы. Жетімнің көзі жас екен, одан да дәмі ащы екен. Әкенің мұз бар жүрегі, ананың бауыры тас беген. Аңсатқан жанды ағарман, жас болып аққан жанар
жан